Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 20 минуттың ішінде су моншасын қажет етпейтін, миксерді қажет етпейтін және де тез әрі оңай жасалынатын балды тортты ұсынамын. Өте қарапайым, жай ғана венчикпен жасалынады. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жылы жұмыртқамызды саламыз. Және үстіне шым-шым тұзымызды, шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше венчикпен жақсылап араластырамыз. Балымызды саламыз және де сары майымызды ерітіп салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, екі бөліп саламыз. Жақсылап біркелкі ешқандай арасында түйіршіктер болмағанша жақсылап араластырамыз. Енді содамызға уксусымызды құйып, қамырымызға салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымызды менде 30-40 формаға екіге бөліп салдым. Сіздер жаңағы домалақ, кез келген формаға салып пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 15-10 минут, кейде 20 минут пісіресіздер. Әркімнің жаңағы пешіне байланысты. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сырымызды және де вареный сгущенкамызды, сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және үстіне салқын кілегейімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осындай қатты қою емес, осындай масса болу қажет. Міне осымен біздің креміміз дайын. Корждарымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Достар, егер менің видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген жеңіл, қарапайым жасалынатын рецепттермен бөлісемін. Міне корждарымыз осындай нәзік және керемет болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымызды қоямыз және де арасына кремдерін жағып шығамыз. Кремнің үстінен кез келген орех сепсеңіздер, кішкене дәмінде ерекшелік болады. Қалған корждарымыздан крошка жасап, тортымыздың сыртын қаптап шығамыз. Міне достар, 20 минуттың ішінде біздің тортымыз дайын. Достар, өздеріңіз қарағандай өте оңай жасалынады, өте қарапайым жасалынады. Жай ғана венчикпен араластырып жасалынады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Егер видеом ұнаса, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Мира, ас болсын. Егер сұрақтарыңыз болса, астына комментарий бөліміне қалдырып қойыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Мен әдеттегідей бірден кесіп көрсеттім, бірақ сіздер тоңазытқышқа кемі 2-3 сағат қойыңыздар.